Ассалаумағалейкум. Кеше бір жағдай болыпты. Бір Атырауда дей ма, бір үйде 6 адам жоғалып кетті. Ол 6 адамды кім алып кетті? Бәріне бүкіл Қазақстанға кім сол жағдайды естісе, соған үлкен сұрақ. Кім алып кетті? Қайда кетті? Жер жұтып кетті ма, аспанға ұшып кетті ма деген. Мен сендерге айтайын бір қызықты. Теледидарды өшіріп тастайын. Мен сендерге бір қызық айтайын. Мен 36 жасымда где-то Астанада жұмыс жасап жүргенде 36-37 жасым болған сол кезде. Мен ол кезде жақсы төбелескенде мен жақсы төбелесетімін. Анау мынау 30-40-тың арасындағы жігіттерден ұрып атқанда жақсы қылататымын. Қазір жастар неде спорт залда тренировать етеді ғой, десің ғой, спорт залда. Біз ол кезде подвалда тренировка жасайтынбыз. Енді қара, әңгіме енді былай. Сөйтіп жүріп мен эстод кузов жасайтын жұмысты үйрендім. Кузовный жұмысты үйрендім. Сөйтіп жүріп кузовтың анасын ағып сосын өз алдыма шығатын болдым. Сөйтіп кузовный жұмыс жасап жүріп мен өз алдыма жұмысқа шықтым. Өз алдыма гараж алдым, инструмент алдым, үйттім, бәрін жасадым. Сөйтіп жүрдім дағы неше машинелерді алам, краскелейм, жіберем, сөйтіп жүргенде бір жігіт келді. Қыстың күні қар жауып тұрған кезде клиент жоқ. Сөйтіп отқанда бір жігіт келді Алматыда, Астанада. Маған айтты, жұмыс бар, барасың ба деді. Ол бірінші маған былай айтып кетті. Жұмыс бар, алтын қазу керек деді. Мысалы, алтын егер баратын болсаң, ол жерде 2 түрлі не бар деді. 2 түрлі не бар. Соның бірінші сен алтынды көрсетем деді. Сосын алтынға құсас темірді көрсетем деді. Егер сен алтын қазатын карьерге кіріп кеткен кезде, алтынға құсас темірді алып келетін болсаң, сол сияқты алтынға